Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге әдемі қыздармен танысу үшін уақытты кері қайтару деген жігіт туралы айтамын. Пришел среди ночи, чтобы в теннис поиграть. Я насчет любви. Сарбала Тим. Бұл оның әпкесі Киткат. Ол ағасына әкесі оны күтіп тұрғанын айтады. Джеймс Тимге олардың отбасындағы барлық ер адамдардың өткенге саяхаттау мүмкіндігі бар екенін құпиясын ашады. Әрине, Тим сенбейді. Әкесінің айту бойынша сол уақытқа немесе бұрын болған жерге оралуға болады. Ол үшін қараңғы жер тауып, жұдырықты түйіп, сол жерде екенді ойша елестету керек. Бөлмесіне оралған жігіт шкафқа кіріп, көзін жұмып, жұдырығын түйіп, бір күн бұрын кешегі жаңа жылдық кештен бір шығады. Сол күні ол бір қызды сүйіп алуға чуть-чуть қалған еді. Бірақ бұл жолы ол оны сүйіп алады. Өз бөлмесіне көтерілген Тим бүгінгі күнге қайтып келеді. Әкесі бұл керемет қабілетті көп кітап оқу үшін пайдаланғанын айтады. Тим бірден ақша туралы ойлайды. Бірақ әкесі осының кесірінен атасы барлық достарынан айырылғанын айтады. Әкесі тағдырдың бұл сыйын пайдаланып, өмірін Тимнің өзі қалағандай етуге кеңес береді. Осы жазда Тимнің әпкесіне 2 айға Шарлотты келеді. Үйдің алдындағы көгалда күнге күйіп жатқан қыз жігіттен оның арқасына күннен қорғайтын кремді жағуды сұрайды. Тим өзінің күшін есептемей қыздың арқасын кремге толтырады. Содан кейін ол бұл қателікті түзету үшін шкафқа сығады. Уақыт өтіп жатыр. Сондықтан бүкіл жаз зымырап өтеді. Бүгін Шарлоттының Тимнің үйінде болатын соңғы күні. Сондықтан жігіт қызды ұнататынын мойындауды шешеді. Осылайша ол түн ортасында қызға келеді. Бірақ Шарлотта бұл ең қолайлы сәт емес екенін айтып, бір ай бойы айғарап жүрсін бе дейді. Бұрында айтқанда бірдеңе болып қалар дегенге келтіреді. Тим шкафқа кіріп, шығып қайтып келеді. Осыдан кейін қайтып Шарлоттыға келеді. Ол қызға бір айға жуық уақыт бойы ғашық болғанын мойындайды. Шарлотта кетер алдында соңғы күні келуді сынады. Сонда ұнайсың, ұнамайсың деген жауап алатынын айтады. Тимнің қызының оны ұнатпағанын түсінеді. Таңертең Шарлоттаның қалай кетіп бара жатқанын бақылап тұрудан басқа амалы қалмайды. Ол кеткеннен кейін Тим Лондонға заң оқуын оқуға барады. Жігіт әкесінің Гарри есімді досымен тұрады. Тим Лондонда тұрған 6 ай ішінде Рори есімді әріптесінен басқа ешкіммен таныспаған. Онымен ол заң кеңсесінде бірге жұмыс істейді. Бір күні түнде Тим мен оның досы Джей в темноте мейрамханасына барады. Олар тас қараңғыда өздері сияқты танысу үшін келген 2 қызбен отырады. Олар танысып, ананы мынаны айтып, общение печенье болып кетеді. 1-2 сағат мейрамханада отырған соң жігіттер сыртқа шығып, қыздарды күтіп тұрады. Бірінші болып Джей сөйлескен Джоаны шығады. Екеуі кеткеннен кейін Тиммен кездескен Мэри шығады. Тимге қыз өте тартымды көрінді. Ол Мэридің телефон номерін сұрайды. Қызбен қоштасқаннан кейін Тим үйге келсе Гарриді табады. Сахналаған пьесасының мәтінін ұмытып кеткен актер үшін қатты уайымдап отыр екен. Гарриға көмектескісі келген Тим бірнеше сағатқа уақытты шегіндіреді. Киім ауыстыратын бөлмеге кіріп, мәтінді ұмытып кететін актерге Тим ештеңені ұмытпау үшін сценарийді қайталауға кеңес береді. Спектакль барысында Тимнің басқа актерге барғаны белгілі болады. Сөйтіп, жігіт қайтып өткен шаққа оралып, суфлер ретінде ұмытып қалған актерге қималарды көрсетіп, пьесаны алып шығады. Шоу соңында Тим Мэриге қоңырау соққысы келеді, бірақ ол ұялы телефоннан оның номерін таба алмайды. Жігіт қыздарды кездестірген мейрамханаға жүгіреді, бірақ оларда оған көмектесе алмайды. Тим қайтып өткен шаққа орала алмайды. Өйткені олардың кездесуімен бір уақытта ойнаған Гарридің ойыны сәтсіздікке ұшырайды. Келесі күні таңертең Гарри Тимге оның керемет өткен пьесасы жөнінде мақаланы көрсетеді. Мақаланы оқып отырып, Мэридің Кейт Мосты жақсы көретіні туралы сөзі есіне түседі. Сол себептен ол мұражайға жүгіреді. Киткатпен бірнеше сағат отырған ол Мэриді кездестіреді. Бірақ қыз оны танымайды. Өйткені жігіт өткен шақта мейрамхананың орнына театрда болған еді. Мэри жігіттің қылықтарын сынайды. Өйткені ол бір-бірін бұрыннан білетіндей сөйлеседі. Сондықтан тез кетуге шешім қабылдайды. Киткат әрекеттің қайталап көруді сынады. Бұл жолы Хуан мен Мэриді кездестіріп, Тим олармен бірге көрмені аралауды сынады. Джоаны қарсы емес, жігіттің күлкісі өте мейірімді көрінеді дейді. Тимнің Мэридің жүрегін жібіту үшін ол Кейт Мостың ерлер арасындағы номер 1 жанкүйері екенін айтады. Мұны естіген қыз бірден қызыға кетеді. Олар бірге тамақ ішуге шығады. Оларға Мэридің Руппи есімді жігіті қосылады.
Тим ол туралы ештеңе білмеді. Олар бір апта бұрын Джоаннаның кешінде кездескен болатын. Тим Хуанна қайда тұрады деп сұрайды. Хуанна пәтер номерін және Рупидің келген уақытын береді. Тим дәретханаға барып жұдырығын түйеді. Хуаннаның пәтерінің жоғарғы қабатында Тим Мэридің жаңа досымын деп танысады. Балконда зеріккен қызды байқаған жігіт оған барады. Тим Кейт Мосты жақсы көретінін айтып, бірнеше минут бұрын көрмедегі айтқан сөздерін қайталап береді. Қыз таңғалады. Тиммен бірге тамақ ішуге келіседі. Жолда олар Рупиді кездестіреді. Көңілді болғаннан кейін Мэри оны көлікке дейін жаяу жүруді сұрайды. Бірақ көлік тұрағынан өтіп бара жатып, қыз көлігінің үйінде тұрғанын мойындайды. Олар Мэридің үйіне жетіп, сүйіседі. Пәтерде қыз ванна бөлмесіндегі пижамасын киіп, Тимге 1 минуттан кейін кіріп, пижамасын шешуді ұсынады. Бір палкадан кейін Тим жаңағыны қайталау үшін 2 минутқа өткен шаққа кетеді. Тим мен Мэри кездесе бастайды. Бірнеше бақытты айларды бірге өткізеді. Лондонға Мэридің әке-шешесі келеді. Әдеттегідей олар Лондонға біреуге қонаққа келіп, қызын көріп кету үшін келген. Тим өзінің қабілетін пайдаланып, қыздың ата-анасына ұнауға тырысады. Түнде төсекте жатып, жігіт Мэриге ертең театрға баруды ұсынады. Бірақ Мэри күні бойы төсекте жатқысы келетінін айтады. Сондықтан Тим бірге баруға Рориді шақырады. Спектакльден кейін жігіт театрда Шарлоттыны байқайды. Ол Тимді көргеніне өте қуанышты. Бірнеше ыңғайсыз жағдайдан кейін Тим Шарлоттыға жақындаудың қажеті жоқ деп шешіп, театрдан тез кеткісі келеді. Бірақ Шарлоттыны көшеде кездестіреді. Шарлотта мен оның досы кешкі ас ішуге барады. Сондықтан қыз оны басқа күні кездесуге шақырады. Тим қарсы емес. Қыздар кетеді. Рори қыздың қандай керемет екенін айтады. Тим мен досы үйге кетіп бара жатыр. Бірақ Шарлотта оларға жүгіріп келіп, досын жалғыз жібергенін және Тимді бірге кешкі асқа шақыратынын айтады. Олар көңілді, ал Шарлотта тіпті жазды босқа өткізгендерін айтып, егер ол қалай оралу керектігін білсе, ол Тимге иә деп жауап берер едім дейді. Кешкі астан кейін қыз оны үйіне апаруды өтінеді. Шарлотта Тимді ішке кіруге шақырады. Бірақ жігіт Мэриге ғашық екенін түсініп, бас тартады. Қызды босағада қалдырып, жігіт үйіне жүгіреді. Онда ол Мэриге ұсыныс жасайды және қыз келіседі. Тим бұл туралы ата-анасына дос қызы екеуі қонаққа келгенде айтады. Тимнің айтуынша үйлену тойы жақын арада болады, өйткені Мэри жүкті. Ерлі-зайыптылардың қызы бар. Оны Пози деп атады. Сәбидің туған күні келе жатып, Тимнің әпкесі Киткат жол апатына ұшырайды. Апаттың алдын алу үшін Тим өткенге саяхат жасайды. Жігітті қызға жаман әсер еткендіктен Тим әпкесін жігіттен арылтуды ұйғарады да, уақытпен саяхаттағанын мойындап, Тим әпкесін шкафқа апарады. Олар қыз Джиммимен кездескен күнге барады. Жігіт оны байқамау үшін Тим әпкесін жасырып, қасынан өтіп бара жатқан Джимми басқа қызбен таныса бастайды. Тим мен әпкесі қайтып келеді. Үйге оралған Тим кенеттен қызының орнына ұлы бар екенін біледі. Жігіт Позидің туған күніне оралады. Сонда ол әкесінен кез келген араласу баланың туылуын өзгерте алатынын біледі. Сондықтан Тим әпкесінің өміріне араласпауды шешеді. Ауруханада ол әпкесін Джиммимен ажырасуға көндіреді. Біраз уақыттан кейін әпкесі тәуір болғанда, Тим байқамағандай досы Джейден оған ғашық екенін айтады. Бірнеше жылдан кейін Тим мен Мэри жігіттің әкесі қатерлі ісікпен ауыратынын және олар ауруды өзгерте алмайтынын біледі. Өйткені ауру темекі шегуден асқынған. Ал әкесі темекі шегуді Тим туылғанға дейін бастаған. Ал егер бірдеңе өзгерсе, онда Тим туылмауы мүмкін. Әкесі өлер алдында ұлына құнды кеңес береді. Бір күнде 2 рет өмір сүру бақытының басты сыры осында. Жерлеу рәсімінен кейін Тим әкесін көру үшін уақытты қайталайды. Ол Тимнің өзі жоқ уақыттан келгенін біледі. Біраз уақыттан кейін Тим мен Мэри 2 баласы болған кезде, қыз 3-ші баланы дүниеге әкелуді ұсынады. Тим үшін бұл оның бұдан былай өткенге оралып, әкесімен кездесе алмайтынын білдіреді. Бірақ ол бәрібір Мэримен келіседі. 9 айдан кейін жүкті Мэримен төсекте жатқан Тим әкесіне соңғы рет баруды шешеді. Өйткені бүгін Мэри бала туса, енді ол әкесін көрмейді. Әкесінің соңғы тілегі Тиммен бірге өткенге оралу. Жігіт әлі кішкентай кезінде бірге жағажайда серуендеу. Тим мен Мэридің 3-ші баласы болды. Жігіт өткенге саяхаттауды тоқтатты. Қайта бақытты өмір сүру үшін осы күнге арнайы оралғандай өмір сүруге тырысады. Фильм осы жерден аяқталады. Қалай, фильм ұнады ма? Каналда кездескенше.